Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздердің назар аударуларыңызға лайықты 2018 жылдың жаңа телехикаялар тізіміне шолу жасағым келіп отыр. Алиенист TNT арнасы 22 қаңтардан бастап. Алиенист сериялық өлтірушілер жайлы детективті жаңа хикая. Оқиға 1896 жылы Нью-Йорк қаласында орын алмақ. Белгісіз кісі өлтіруші жезөкше жігіттерді қаталдықпен өлтіріп жүр. Қылмыскерді ұстаудан күдер полиция бастығы Теодор Рузвельт атышулы ғалым психолог Ласло Крайслердің көмегін қабылдауға келісім береді. Скажу тост за начало плодотворного сотрудничества. И кто жертва на этот раз? Мальчишка из борделя. Хикая артықшылықтарын айтатын болсақ, ол тамаша актерлік тізім. Дэниел Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг. Екіншіден, трейлердің өзінен ақ 19 ғасыр соңындағы Нью-Йорк атмосферасы тамаша көрсетілгені көрініп тұр. Сонымен қатар, Алиенист 1994 жылы жазылған аттас роман бойынша түсірілген. Жалпы Алиенист аудармасына келетін болсақ, ағылшын тілінде alien, бөтен, жат, бөгде деп аударылады. 20 ғасырдың басына дейін есі ауысқан адамдарды әлемге ғана бөгде емес, өзінің болмысына да бөгде деп есептелген. Сондықтан есі ауысқан адамдарды зерттейтін ғалымдарды алиенисттер деп атаған. По ту сторону, арғы жағында. Старс телеарнасы. Ғылыми фантастикалық көрініске толы тыңшылық детектив. Я прихожу в это учреждение каждый день. Тружусь от звонка до звонка. Я 30 лет посвятил этой работе. Но, честно говоря, мне порой не по себе. Я даже не знаю, чем мы все здесь занимаемся. ақш пен КСР арасындағы қырғи қабақ соғысы шыңында Шығыс Берлинде ғылыми тәжірибе барысында болған ақау салдарынан біздің әлеміміз бен оның нақты параллельді көшірмесіне өткел ашылады. Осы шаққа дейін екі әлем адамдарының өмірлері біркелкі ұқсас еді, бірақ өткелдің ашылуымен адамдар тағдыры өзгере бастайды. Хикаяның басты кейіпкері тіпті немен айналысатыны белгісіз мұңлы мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін жабырқау қызметкер Говард Силк, ал оның параллельді әлемдегі егізі өз-өзіне сенімді менмен арнайы агент. Екі Говард бірігіп, біздің әлемімізге зұлымдық мақсатпен параллельді әлемнен өтіп кеткен жұмбақ жалдамалы өлтірушіні табу болып табылады. Басты рөлде Оскар иегері Джей Кей Симмонс. Бір Симмонс жақсы, ал екеуін тамашалаған одан да жақсы. Ал көрелік. Өзгертілген көміртегі. Видоизмененный углерод. Netflix арнасы 2 ақпаннан бастап. 2018 жылдың ең ауқымды хикая тұсаукесері. Кез келген сапалы sci-fi сияқты, бұл хикаяда егерде идеясында негізделген. Нақтырақ айтсақ, егерде өлім алдында қорқыныш ғайып болса идеясы. 500 жыл өткен соң адамзат сана сезімін цифрлауға болатын болса, ол ақпаратты тасымал құрылғыға көшіріп, ескірген дененің орнына жаңа денеге енгізуге болатын болса. Хикаяның басты кейіпкері Такеси Ковач, дайындығы жоғары әскери тұлға. Оның сана сезімі бірнеше ғасырлар бойы денесіз қамауда болған. Оны Бэнкрофт атты миллионердің бұйрығы бойынша тірілтіп, ойын жаңа дене бітіміне енгізеді. Бэнкрофт өзінің ескі денесінің өлімі себептерін талдауды, тергеу жүргізуді ұсынады. Өздеріңіз түсініп отырғандай, істі жүргізу оңайға соқпайды. Netflix қаржысын аямаған, көрінісі әсерлі, киномын тартымды. Осындай форматты хикаяда көптен күттіріп жүреді. Друзья, враги, люди с возможностью и мотивом, никому нельзя доверять. Если не выяснишь это достаточно быстро, я просто сотру тебя. Знаешь, в чем я хорош? В убийствах. Работа такая. Платят хорошо. Но последнее время я снова депрессую. Барри. HBO арнасы 25 наурыздан бастап. HBO арнасының жаңа комедиялық телехикаясы. Өткенде теңіз жаяу әскері болған Барридің өмірі мүлдем қызықсыз. Мұңлы. Әкесі екеуі ақшаға адам өлтіріп күнін көреді.
Бұл істі ол ынтамен құлшынсыз орындайды. Тағы да бір күн, тағы бір жолы болмаған бейбақ. Түк қызығы жоқ. Бір күні Барри Лос-Анджелеске жұмыс сапарымен келіп, театралды студияға кезігіп, өз өмірінің мәнін табады. Барри бұл өмірде тек театр актері болу үшін жаралған екен. Бірақ жұмыстың аты жұмыс. Сондықтан біздің кейіпкер күндіз театр шеберлігін үйреніп жүрсе, кешке өз жұмысымен, адам өлтірумен айналысады екен. Хикая желісі мен басты кейіпкер рөлін сомдаған Билли Хейдердің шеберлігін ескерсек, қарауға тұрарлық сияқты. Патрик Мелроуз, Showtime, 2018 жыл. Жылдың ең үміті артық тұсаукесерлердің бірі. Басты рөлді Бенедикт Камбербэтч сомдайтын 5 сериядан тұратын драматикалық мини-телехикая. Патрик Мелроуз плейбой, аристократ, маскүнем әрі нашақор. Оның балалық шағы қиын болған. Өктемшіл әкесі баланы зәбірлеумен болса, анасы соны көріп, қол қусырып отыратын. Балалық шағын еске алмау үшін басты кейіпкер араққа салынып, ырду-дырду өмір сүретін. Бұл хикая Патриктің өмірі жайлы. Марқұм әкесінің көлеңкісінен шығып, маскүнемдік пен бала кезіндегі зақымдардан айырылып, үлгілі әке мен жолдас болу мақсаты. Хикая көрінісі түрлі географиялық локациямен әртүрлі уақыт кезеңде орын алады. 1960 жылдардағы Францияның оңтүстігі, 1980 жылдардағы Нью-Йорк және 2000 жылдардағы Ұлыбритания. Айрықша актерлер, көрнекті диалогтарға толы сапалы британдық драма. Камбербэтчтен басқа Патрик Мелроуз хикаясында Хьюго Уивинг, Дженнифер Джейсон Ли, Индира Варма және Элисон Уильямс сияқты актерлер ойнайды. Ты считаешь, это сложно, не употреблять наркотики? Конечно, это ёбаный кошмар быть трезвым. Castle Rock, Hulu телеарнасы, 2018 жыл. Бұл ойдан шығарылған қаланың атауы Стивен Кинг шығармашылығын ұнататын әр тұлғаға таныс болу керек. Себебі оның Куджо, Нужные вещи, Мертвая зона, Темная половина және тағы басқа сол сияқты көптеген романдарындағы оқиғалар осы қалада орын алады. Castle Rock Стивен Кингтің бір нақты шығармасының экранизациясы емес, ол оның шығармаларымен шабытталған оқиғалар жиынтығы. Оқиға желісі жайында әзірше нақты ақпарат жоқ, бірақ ол шын мәнісінде қорқынышты, автордың әйгілі романдарына сілтемеге толы және Кинг стиліне сай болады деп болжалады. Castle Rock антологиялық хикая болмақ. Әр маусым аяқталған оқиғаны баяндап, келесі маусым жаңа оқиғадан басталады. Оқиғалар желісін тек құпиялы Castle Rock қаласы және оның қасында орналасқан Шоушинг түрмесі ғана біріктіреді. Басты рөлдерде Мелани Лински, Скотт Гленн, Андре Холланд, Джейн Леви және тағы басқалар. Инстинкт, CBS арнасы. Орталық барлау басқармасында жұмыс істеген, қазір зейнетке шыққан агент адам психологиясы жайында кітап жазып, университет профессоры болып жұмыс істеп жүреді. Оның өмірі тыныш та жайбарақат, ақшасы мен сүйікті жұмысы, жанұясы бар. Бір күні оған полиция қызметкері жолығып, адам өлтіруші маньякты ұстауға жәрдемдесуді сұрайды. Ең қызығы, маньяк өлтіру амалдарын біздің басты кейіпкердің шығармасы желісінде құрастырады. Сондықтан бұл мәселені тек шығарма авторы шеше алады. Басты рөлде көптен бері қосалқы рөлдерді сомдап жүрген талантты Алан Каминг. Сонымен қатар экранда көптен көрінбей кеткен Вупи Голдберг те басты кейіпкерлердің біреуін сомдайды. Он следует сюжету. Мы можем разгадать эту тайну, понять правила его игры. Своей же книги. Я могу называть вас профессор-психопат? Если мне интересны психопаты, это не значит, что я сам такой. Глядя на то, как вы едите пиццу, я не уверена. Өткір нысандар. Острые предметы 2018 жылдың шілде айы. Аты шулы болған Большая маленькая ложь хикаясы сияқты бұл хикаяда тартымды детективті желіде негізделген. Режиссерлары да бір Жан-Марк Валле. Острые предметы Джиллиан Флиннің аттас әдеби шығармасында негізделген. Эми Адамс кейіпкері соңғы жылдары психиатриялық ауруханада болуға мәжбүр болған криминалды репортер.
Екі қыз баланың түсініксіз өлімін зерттеу үшін ол өз туған қаласына оралады. Егер сіз Дэвид Финчердің ғайып болған қыз «Исчезнувшая» фильмін тамашалаған болсаңыз, осы хикаядан нені күту керектігін түсінесіз. Бір жағынан бұл өз жолынан адасқан адамның қайта оралу оқиғасы болса, бір жағынан тапқырлықпен жазылған детектив. Флиннің басқа да шығармалары сияқты бұл оқиғаның екі жағы көрсетілген. Бірі кейіпкердің өткен өмірі жайында болса, екіншісі белгісіз өлтірулер тізбегі. Бұл оқиғаны фильм емес, мини-хикая ретінде түсіргеніне өте қуаныштымын, дейді Флиннің өзі. Себебі олай болмаса, оқиға көптеген ерекшеліктерден айырылып, қарапайым қорқынышты фильмдер қатарында болушы еді. Маньяк. Netflix телеарнасы. Ең болмаса басты рөлдердегі актерлер үшін қарауға тұрарлық телехикая. Басты рөлдерді суретке қарасақ 30 килограммға жуық арықтаған Джона Хилл мен Оскар иегері Эмма сомдайды. Бірінші маусымның режиссері болып, шынайы детектив хикаясын шығарған Кэри Фукунага тағайындалған. Маньяк хикаясының кейіпкерлері ішкі дүниесі бай психиатриялық емхананың емделушілері. Экрандағы шынайы өмірде оқиғаның бір бөлігі ғана көрсетіледі. Қалған бөлігі басты кейіпкерлердің қиялы әлемінде болып жатқан жағдайды көрсетеді. Ол әлемде біздің кейіпкерлер кез келген адам бола алады. Сипаттамаға қарағанда, бұл хикая Зак Снайдердің «Запрещенный прием» атты фильмі сияқты басты кейіпкердің ойында болып жатқан шынайы өмірде оған шыдатпас зардап келтіріп жатқанын көрсетеді. Бірақ Снайдерде эпикалық экшн болса, бізге шығарма авторлары қара комедияны болжап отыр. Бұл видео сіздерге ұнаса, лайк тетігін басуды ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.